Бұл Брукхейвен қаласы. Бұл жерде барлық қазақ ютуберлері өмір сүреді. Бұл қала ютуберлерге демалу үшін арналған. Мә базар жоқ, мына гелик әдемі екенше, бірақ менікіне жетпейді. Мына балық қашан түседі? Ба білмеймін, күн жанып кетті ғой әйтеуір. Бұл қалада таңнан кешке дейін ютуберлер өздеріне әртүрлі видеолар түсіреді. Ал түнде әңгіме айтады. Мінекей орманда өздері де отыр. Бірнеше күн аш болып, содан кейін ғана тамақ жегізетін мукбангер қызды білесіздер ме? Қазақстанның оңтүстігіндегі Амангелді деген ауылында. Я, естігем, оны айтпай қойыңыз. Қазір білмейсіз, көрдіңіз бе жоқ па, интернетте, тиктокта. Ал бұл жаңа ютубер. Ей, сен кімсің? Біздің әлемге қош келдің, атыңды айтып өт. Менің есімім Жансерік. Вау, сенде қызығат екен. Я, өте жақсы қала секілді, көрініп тұр. Мен саған бұл әлемді көрсетейін. Тоқта, пожалуйста, тоқта, шаям шашақ болып. Аналар емес па? Базар жоқ, айтқандай сіз Нұрлан Қаламов емессіз ба? Ал сіз Нако. Я, дәл өзіміз. Ютуберлер барлығына сәлем. Бүгін менің ютуберлер хаусымда жиналсақ қалай қарайсыңдар? Давай. Смело, давай. Мен бара алмайтын шығармын. Жақсы, онда Смело, болсын, давай. брат. Ассалаумағалейкум. Сіз Ареке емессіз бе де? Я, дәл өзі. Өзің қай жақтан боласың? Мен Ақтаудамын. Жақында ғана осы қалаға көшіп келдім. Тема. Жаңадан келдің дейсің ғой. Я, жаңадан келіп енді үйренісіп жатқан. Жігіттер, мәссаған, мен ажитханаға сразу барым керек, атып болмайды. Ойбай, туалет қайдан жақтың? Ойбай, ішім, ойбай. Ей, мынау усатчиктің қасындағы Нубик емес па? Ей, мынау өліп қалған ба не? Ой, қалай ол? Так, біреуді шақырмасам болмайды. Ей, ана жақта кім бар? Усатик отыр ғой. Усатик. Ей, Усатик, Нубикті қараш. Ана жақта бірдеңе болып қалған сияқты. Қараш Нубикті, наңғара, Усатик. Ё-моё, бер келші. Не деген сұмдық мынау? Родной! Шек қарның қара. Саған айтпадым ба қаға кеткенін? Мұны кім істегенін білем. Бұл мистер Жанстың өзі. Қумаңдар жіктер. Бұл мен емес, жаңа ғана кірдім мен өзі. Себебі ол баняда болған. Тоқтаңдар жігіттер, бізге асығыс шешім қабылдауға болмайды. Дұрыс айтатын ол. Арадан көп сағат өтіп, ютуберлер бір-бірінен күдік ұстай бастады. Бірақ бір кезде... Сәлем барлығына, кешігіп қалған үшін кешірім сұраймын. Тоқтай тұр, Нұрлан, неге сен кешке кешігіп келдің? Мүмкін сен шығар Нубикті өлтірген. Командир, мен даже не ол жатқан білмеймін. Енді не істесек болады? Тоқтай тұрыңдар, қазір бір-бірімізді айыптай бергеннен ештеңе өзгермейді. Біз мына үйден шығаламыз ба өзі? Қазір тексеріп көрейін. Жоқ, есік ашылмайды. Тоқта, Нұрлан, онда сен қалай кірдің? Мен кіргенде итак ашық тұрған есік. Егер есік ашық болса, демек өлтіруші әлі де сол үйдің ішінде. Ешкім сыртқа шықпайды, әзірге бәріміз бірге жүреміз. Біреу бізді бақылап жүрген сияқты. Менің ойымша, алдымен дәлел іздеуіміз керек. Біреуді кінәламай тұрып. Дұрыс айтады, үйдің әр бұрышын тексерейік. Шығатын есік қайда енді, мен соны түсінбедім. Ютуберлердің барлығы бір-бірінен кінә іздегеннен көрі командаға бөлініп айғақты табуды жоспарлады, және олардың шешімі де дұрыс еді. Ютуберлердің әрқайсысы үш-үштен бөлініп, әр этажда тінтей бастады. Есік те жабылып қалғаннан кейін ютуберлер де аптырап қалды. Оларды алдыда біреудің жоспарланған сұмдық оқиғалары күтіп тұрған еді, бірақ олар Нубиктің өлімін кездейсоқ деп ойлады. Егер шығалмасақ, демек өлтіруші дәл қазір біздің арамызда жүр. Так, мынау не қағаз? Ашып көрейін. Енді ойын басталды дейді. Не ойын ол? Так, жарайды. Мейлер Жанс, мынандай қағаз тауып алдым. Қараңдаршы, мына жерде ойын басталды дейді. Не дегісі келіп тұр сонда? Сендер үлкен қателік жасадыңдар. Не қателік? Түсінбедім. Жақын арада түсінесіңдер. Қастарыңдағыларға ескертіп қой. Жанс, тұр! Жанс, жарты ютубер жоғалып кеткен ғой. Брат, не болып жатыр? Ютуберлердің жартысы қайда кеткен өзі? Бұл қалай болуы мүмкін?
бір түнде барлық адам жоғалып кету деген не сұмдық? Кешегі түн есімде жоқ мен. Кімнің есінде бар кеше не Тоқтай істегенбіз? тұр, біз кеше Нобиттің өлімінен кейін паникаға түскен сияқтымыз. Топқа бөлініп дәлел іздедік. Бірақ одан кейін тым есімде жоқ. Менің ойымша осы істің артындағы адам явно бізді біліп бақылап отырған сияқты. Тоқтай тұр, біз Асхат тауып алған қағазды оқыдық қой. Содан кейін бәріміз ұйықтауға жаттық. Бірақ кейін не болғанын білмей қалдық қой. Жеге үйден тез шығыңдар, Науи уланған сияқты. Не? Уланған емес. Қазір шығамыз. Нако, Ареке, кеттік. Сендер үйге қалай кірдіңдер өзі? Ачы құлыптанып тұрып еді. Әрине, кеше бұл үйде Нуби өлді ғой. Айтқандай бұл уланған үйде нені жоғалттыңдар? Жеге сендерге аздап демалыс керек сияқты. Тоқтаңдар, сендер хотя басқа ютуберлердің қайда екенін білесіңдер ме? Жоғы ешқайсысын көрмедік біз. Беттек, қара фургон көрдің? Қара фургон? Бірдеңе тасымалдап кеткен сияқты. Сендер кімсіңдер? Точно саусыңдар ма? Негізі оқиға былай болған. Біз ютуберлер болып бір үйге жиналдық. Дәл осы үйге. Бірақ кенеттен Нубик деген бала өлді деп шықты. Сосын біз үйден шыға алмай қалдық. Мүмкін олар да кеткен шығар. Есік ашық болған соң. Мүмкін емес. Бұлай болуы мүмкін емес. Олар мұндай жағдайдан кейін жай ғана кетіп қалмайды. Дұрыс айтасың. Вечерді бекер істедің бе дедім ғой. Накос, сенің үйің болса, неге кеше кілтпен есікті аша алмадың? Қуасың ба? Мен даже кілтімді таба алмай қалдым ғой. Душқа кіріп едім, туалетке кілтімді ұмытып кетіппін. Болмаса мен де ақымақ емеспін ғой. Сондықтан кеше осындай жағдай болғаннан кейін бірден кілт есіме түсіп, туалетті іздеп қарадым, бірақ ештеңе таппадым. Сендердің жағдайларың қиын екен. Жаңа қара фургон деп жатыр едің ғой, қай жаққа кетіп едің негізі? Бұрыде мектептің көшесіне жол тартқан еді. Онда мектепке барып көрейік, мүмкін бір айғақ тауып қалармыз. Мәссаған, неткен сұлу қыз. Маған сынып қалған сияқты мынау. Сендер случайно ютуберді іздеп жүрген жоқсыңдар ма? Әрине іздеп жүрміз. Онда сендерге шанс жоқ, лучше кете салыңдар қаладан, өзілерің келмесе. Көті бұл, не деп тұрсың сен? Лучше ақпарат айтсай бізге. Қайда кетті олар? Тыныш жігіттер, неге айқайлайсыңдар? Қызық ғой бұл. Ой, сендерге жауап берген мен ақымақ, өздерің біліңдер не істесеңдер де. Өлетін бала молаға жүгіреді дегендей. Тоқта, ей қыз, кім екеніңізді білмеймін, бірақ сіздің бізге дәл қазір көмегіңіз керек. Біздің ютубер достарымыз қауіп үстінде тұр. Егер біз оларды тастап кетсек, өмір бойы өзімізді кінәлі сезінеміз. Дұрыс айтады Жанс. Жарайды айтайын, бірақ бір ақпаратым 50 мың теңге. Не дейді? Қуасың ба? Өзіміз жаңа ғана зорға үйден шықсақ. Бізде қазір ақша жоқ, бірақ зат берсек бола ма? Мысалы? Жеке, кімде қымбат зат бар? Сағат немесе телефон? Біздің арамызда тек Чина ғана телефон алып шыққан. Қалғандарымыз заттарымызды үйде қалдырдық. Құмаңдар шектер, өзім бұл телефонды кредитке алған. Шынды екенсіңдер ғой? Не ғой, бізге ренжіме енді. Бізде азық жоқ, сенде жазық жоқ дегендей. Чина, шынымен де амал жоқ. Қазірше жалғыз шанс осы ғана. Өмірі өйстесіңдер ғой, кетіңдер шей. Бопты, мә телефон. Күте тұр. Номерімді алып қалайын ғой. Оппа, мә, болды. Өзім алып берем жаңасын. Неше мың тұрады? Ой, бұл көтек неғыл дейді. 1000 жыл жұмыс жасасаң да ақшаң жетпейді оған. Мынау қуады екен ғой. Ойнап 49 мың ғой. о, сорлы, телефонның ақшасы жетпейді, не істейміз енді? Онда номеріммен қосып бере салайын да. Номерімді 1200 теңгеге алдым ғой. Жетеді сол. Жақсы, керек емес номерің ала салшы. Қысқасы, сендердің достарыңды өздерің танитын адам бақылауда ұстап отыр. Бірақ оны ешкім білмейді. Себебі ол бәрін мұқият ұйымдастырған. Тіпті мен де оны кім екенін білмеймін. Бірақ сендерге ең керегі олардың қайда екені. Олар қазір мектепте тұтқындалып отыр. Бірақ санаулысы ғана. Себебі менің білуімше фургондар екеу болған. Жартысын мектепке, жартысын белгісіз жерге алып кеткен. Мына қыз бәрін қайдан біледі екен? Неге сонша күдікті болып тұр? Мен бәрін айттым, сау болыңдар. Тоқтай тұр, сонда бізге көмектеспейсің бе табуға? Не деп көмектесем, мен бәрін айттым. Өтінемін, бір рет. Екінші рет қателік жасағым келмейді просто. Маңыз емес, сау болыңдар. Болды Жанс, керек емес. Ең басты ақпаратты алдық қой. Ал, айтыңдар енді, ішіне қалай кіреміз? Бізге жақсы жоспар құру керек. Тоқта. Бізді біреу әдейі келетімізді біліп тұзақ құру мүмкін. Тоқтаңдар, асығыс шешім қабылдауға болмайды. Білгем осыны.
көмекке келетініңді. Сендерді аяған соң ғана амалсыз келдім. Не істеп тұрсыңдар, кірейік. Уайымдамаңдар, мен мектепке кіретін құпия жерді білемін. Бірақ жұмыс істейтініне сендерге гарантия бере алмаймын. Бүгін кірмесек достарыңнан мәңгіге айырыласыңдар. Иә, Жанс, амал жоқ бізде енді. Так, жүре берейік па? Жүріңдер артымнан. Жарайды. Қазір артыңыздан барам. Мінекей, мына жаққа жүреміз, оңға Оп. бұрыңдар. Так, мына жерге секіретін сияқтымыз ғой, а? Жарайды. Қазір Иә, мінеміз төбесіне. Тез болайық, әйтпесе кешігеміз. төбесіне көтерілеміз ба? Иә. Мына жаққа түсеміз. Жарайды. Болды, келдік. Не үшін келдіңдер жалпы? Сендерді құтқару үшін келдік. Қуасыңдар ма? Сендерді ұстайтын адам арттарыңда тұр ғой. Сендерді ұстау қиын болатын шығар десем, бос қуанып қалатын болды, не болса да. Не болып жатыр өзі? Сендердің достарың мектепте, бірақ азғантай бөлігін ғана тірі қалдырып осында келдім. Кез келген ойын әрқашан қызық болады, сондықтан сендермен ойын ойнап аздап қызық көргім келеді. Бірақ достарыңды құтқаруға келіп мені таң қалдырдыңдар. Қысқасы, ойыныма қош келдіңдер. Енді сендер нағыз қиын сынақтардан өтетін боласыңдар. Синера, мыналарды басқа тірі қалған ютуберлердің қасына жібер. Сонда сен екенсің ғой бәрімізді қырылдырып жүрген. Неге бізді бірден әкелмедің? Біліп едім осы қыздың біртүрлі екенін. Құп болады, бос. Жүріңдер, алдыма түсіңдер. Ой, мен мына қызды жақсы шығар деп ұнатып жүрсем, таза адам емес адам екен ғой. Сендерді ұсталдыңдар ма не? Өкінішке орай, иә. Ал қалғандары қайда? Белгісіз жерге алып кетті. Оны ешкім білмейді. Тек соңғы рет айғалап шыққанын естідік. Негізі бұл жерден жақын арада шықпасақ өте қауіпті. Қош келдіңдер, ютуберлер. Бірінші сынақ қазір 5 минуттан кейін бастау болады. Мыналардың қуады екен ғой, келгеніміз енді еді ғой, қандай сынақ? Соны айтам, кішкене демалуға уақыт бермей ма? Бұл сендерге үйлерін емес қой демалып жататын. Братан, ассалаумағалейкум. Қазақпыз ғой, сіздей босқа кім жетсін? Сіз туылғанда мен не үшін қуандым, а? Жұмақтың кілті сіздің табаныңыздың астында ғой. Көкеу, өтініш, қатыспай қойсам бола ма? Просто мыналар танымаймын. Еще мен нефтема кетіп қалымша тым қатысым жоқ. Просто үйленейін деп жатырмын. Қарыз басталасын. Үйде ағам ұрып жатыр. Өкінішке орай жоқ. Сен бұл сынаққа қатысасың. Тина, енді сен біздің қасымызға вообще жолмай қой, түсіндің ба? Сатқын екенсің ғой таза. Негізі ойнатқан ма? Сіз ғой менің қамқоршым. Бала кезден бірге өскен ғой өзі. Сендер кеше танысқан жоқсыңдар ма? Енді Сынақ бастау болды. Бұл ойынның аты тығылыспақ. Ереже болай. Сіздерге 5 минут беріледі. Сіздер сол аралықта мектепке тығылып үлгерулеріңіз керек. Бірақ барлық қатысушылар 5 минутта тығылғаннан кейін сіздерді қауіпті маньяк іздейтін болады. Және оған 10 минут беріледі. Кім табылады, сол қаза табады. Ойын ережесі өте оңай. Уақыт мен сөйлеп бастағанда басталып қойған. Бізде уақыт жоқ, тез тығылыңдар. Ең бастысы ешкім ойламайтын жерге тығылу керек. Енді не істесем екен, қай жер бар өзі тығылатын? Достар, бәріміз бірге жүрмей бөлінейік. Сол кезде қиын Мына болады. жерге тығылайын, көрмейді негізі. Адок, мади, бергеліңдер. Детский жер тауып алдым мына жерден. Ратнойлар, менше? Сен бізді лақтырып кеткің келді емес па? Сондықтан өзің тығыл. Қой, жоқ, ят болады енді. Бізге де көмегі тиді ғой енді, қанша дегенмен. Тез кір енді бұл. Біліп едім, сен жан достарымсыңдар ғой. Нако, түш, ол келді. Тез ұсталып қаламыз, біреуіміз орын ауыстырмасақ. Нако, сен орныңда қал. Ал мен болсам өзімнің орнында ауыстырам. Жарайды. Брат, ұсталып қалмаймыз ба енді? Аузыңды жаба тұршы қазірше. Бұл қайсысы? Мына жерде біреу отыр ғой. Біткен жерің осы.
уже басталып кеткен сияқты ғой. Неге мен қорқып бастадым, кім ұсталды екен? Кім ұсталса да аман қалса екен, қашып құтылып. Чина, бірінші рет аузыңнан жақсы сөз шықты ма дедім ғой. О, тағы біреу қақпанға түсті ғой. Тоқтай тұр, Нұрлан Қаламов маньякқа ұсталып қалған сияқты. Сондықтан... короче, ботқа. Блин, мынаны ботқа деуге де келмейді ғой. Денесі качок квадрат қой, емайо. Короче, сен лоқсың. Сен если мықты болсаң, мені қуала. Жете алмайсың ба сен деген себебі же алмайсың сен. Ойбай, бірге қолыма түсесің әлі. Керек емес, бот, брата, емайо, қаштым. Ха-ха-ха, тығырыққа тірелдің бе? Жағдай қиын. Мен бұған өкінбеймін. Және ешқашан. Ал енді өлдім дей бер. Уақыт бітіп қалды. Болмаса менің қолымда өлетін едің. Жарайды, мен өз жұмысымды атқардым. Жолың болды, сен балағың. Сау бол. Ойым жүзеге асты. Ұсталған ютубер кім екен? Ақыры дегенде бітті ма? Жанс ұсталып қалған жоқ па екен? Айтқандай, қайсысы ұсталған? Арамызда тек Нони жоқ. Рахмет саған, Жансерік, бір өлімнен аман алып қалдың. Иә, оқас жоқ. Сен үшін қуаныштымын. Бұлай болмайды бізге. Бұл мектептен құтылу керек, жоспар құрайық бәріміз. Мако дұрыс айтады, бұл жерде қалу өте қауіпті бәріміз үшін. Ал енді кімде қандай идея? Нако идеяны жақсы айтады. Неге маған қарайсыңдар? Айтып қараш. Жарайды, бір идея бар енді, короче, былай істейміз. Жеке, дайынсыңдар ма? Иә, бәрі дайын. Бастаймыз ендеше. Көмектесіңдер. Жағдайым өте нашар. Шыда, енді ана қыз қайда еді? Ей, қыз, тез кел, бір адам ауырып жатыр, дәрі бер. Бір адам ауырып жатыр, дәрі бер. Температура беріп жатырмын. Ешқандай дәрі берілмейді. Апай, өтініш, дәрі беріңізші. Біздің досымыз өлім аузында жатыр. Жарайды, қазір әкелем. Ей, күзетші, мыналарды көзден таса қылма. Көп болады, хатайым. Мынаның денесі квадрат қой. Точно орындала ма екен ол? Түр бермең, Жеге. 1, 2, 3, кеттім. Ой, мына қосып кетті ғой. Бер кел саған Жеге, но көрсетеміз. біздің шансымыз кеттік. Ареке, Нұрлан Қаламов. Кеттік, қашамыз. Мә, мына жақта айналып өтек. Қашты. Ё-майо. Әйтеуір дегенде күзетшіні алдап өтіп кетпесек болмады ғой. Блин, енді асқатқа не болады екен? Жарайды, ё-майо. Базар жоқ, ол деген респект момент жасады таза. Так, жарайды. Қашты тез. Мына мосқа міне кеттік. Тез жүгірсеңдерші, ё-майо. Қазір деген қалып қойсақ білесіңдер ғой, өздеріңде қайтадан ұсталамыз сосын. Ютубер достарымызды құтқаруымыз керек. Кел, мына жаққа тоқтап алайық. Ха-ха-ха, асталдың ба бәлем? Соңғы сөзіңді айтып қал. Сендер жеңілесіңдер. Насыған. Құтылдық ау. Енді оларды құтқаруымыз керекпіз. Бүгін түнде оралуымыз керек. Бірақ бізге команда жетпейді. Түсінесіңдер ме, жігіттер, біздер азбыз. Аралдағы достарымызды қалай да құтқаруымыз керек. Дұрыс айтасың, бірақ бізге команда жетіспейді. Ей, тоқтай тұр. Аналар кімдер? Ютуберлер сияқты. Қастарына барып көрерміз. Мүмкін, иә. Жүр, кеттік. Сендер кімсіңдер? Біз ютубер қыздармыз. Сендер достарыңды қайтарып алғарың келеді ме? Әрине, иә. Бізде де сол жағдай. Ондай болса бесеуміз команда болып, ютубер достарымызды бірге құтқарайық. Ондай болса көп тұра бермей бірден іске кірісейік уақытта. Сендердің достарыңды кім алып кеткенін білесіңдер ме? Нақты кім екенін танымаймыз, бірақ қара фургонмен алып кеткен еді. Сендердің достарыңды бірінші құтқарады екенбіз. Неден бастайық? Негізі ол жақта качок күзетшілер бар. Солардан абайлау керек және көмекші қыз бар. Өте алаяқ қыз. Егер біз үшеуміз күзетшілерді өзімізге алсақ, сендер екеулерің достарымызды құтқарып алып шығуларың керек. Бірақ араларындағы біреуің көмекші қызды бірдеңе қылып аптасамасаңдар болмайды. Онда мен құтқара салайын. Жарайды. Кеш батпай тұрып мектеп ішіне кіруіміз керек. Қашан келеді екен? Бізді лақтырып кететін сияқты. Өзім қашқанымда құтқаратын едім давно. Чина, уайымдама, сен емес, олар өз достарын лақтыратындай. Ауыр кетті Чина, шыдамас едім. Жегізіп жіберді ғой Чинаны. Енді өзім ғой енді. Не деген келіп тұрсың да? Не деген келіп тұр? Не деп тұрсың сен маған, а? Жоқ, сен мені кім көріп тұрсың сонда, а?
кім көріп тұрсын деймін саған. Ей, Чина, қой болды, Чина, қуасың. Чина болды, қоя Қоя сал. алмаймын. Қоя алмаймын. Далаға шықсам да қоя алмаймын. көрсет ал. Үйде де қоя алмаймын. Мықты жарсыңдар сендер. Тоқтатыңдар болды. Сендердің кесірлеріңнен бос менің дәрежем түсіреді оңбаға. Бізді басында алдағың келіп еді ғой. Енді ютубер достарымыз сендердің жазаларыңды береді. Оттапсың. Ей құл, қорғанысты күшейтіңдер. Болды, Ханшайым, бір айтқан сөзіңіз мөлдірген көзіңіз ғой. Сосын сендер қалай ютуберлерді қашырып алғансыңдар? Мен емес оған Джексон кінәлі ғой, Джексон шақырсаңызшы. Джексон, бері келші. Еба, Джексон қана осаған пример. Ой, не істер атсыздар, ой. Сенде қателіктер бізге лайық емес. Құл, мынаның шаруасын бітір. Джексон кешір, бірақ сен кетсең қайта айлықты да зато екі есе аламды. Бір жолға кешір. Ондан Ханшайым, мінекей. Жарайсың. Сендердің күштерің мыналарға точно жете ма? Сондықтан бірге жұмыс істеп алуымыз керек. Дұрыс айтасың, брат, мыналар аңқаулау кішкене, бірақ ішінде бір ақылдысы бар. Екі есе дәут денесі Енді мыналарды қиналып отатын болсақ, ақылдысы қалай болады екен? Жүр кеттік, Джеки. Кеттік онда, біз бірінші бастайық. Ей, тыныш жүріңдер. Мына жақта качок күзетшілер бар екен. Иә, көріп тұрмын. Жаймен жүреміз, естен шайық, жүріңдер. Так, әне біреу тұр. Иә, көріп тұрмын. Өзім бірінші көрейін. Бұрын каратеге қатысқан едім. Бір мәнісі болар, зақ бол. Давай, удачи. Смело, бір соққыдан кетеді. Ей, бауырым. Ой, ешкім жоқ қой мына жерде. Так. Ой, дедір. Ой, мынау ма? Ой, не істеп жүрсің, балақай? Молодец, хорош. Басқалар естіп қоймасын. Әрі қарай жылжайық. Онда кіруіміз керек па ішке? Иә, солай айтқан. 5 минутта жетер ме екен? Білмеймін, ал көрек. Бәрін уақытында істейік жоспар бойынша. Абай, сіз әдемі екенсіз. Номеріңізді бересіз ба? Өзім жоқ, мына балаға бар ғой. Өз кайфы өзінде әйтеуір. Мынау маған дәл екен. Қазір өзім көріп тастаймын. Тағайсың ау. Наделны кішкентай Ей, Исуас. Мынау менің кезегі. Қате негізі, мынау ең главный ғой. Иә, Жансерік, бұл саған қиын болады. Жарайды. Мен назарын аударам, ал біреуін артынан, біреуін шеттен бір соққырасам да. Жанс, просто біз тыңдаш. Жанс, жүр. Айналып барамыз. Нұрлан Қаламов артынан барады, ал біз ол көңіл аудартып тұрғанда ұрып жібереміз ба? Ема идея топ қой. Батыл олсан, менімен жекпе-жекке шық. Не қылдайтын мынауың? Күлкімді келтірмеші бақ. Мә саған. Қабыл ал. Мә. Мынау мұқты екен, соқ батпай бұдан. Ой, мынау ма? Кеттік қалшы бар сенде. Так, жаңа менің миым шірт тұрған сенбедің басында. Мә саған онда. Мені әрқашан төбеле салмайсың деп мүмкіндік бермеді. Тіпті жаңа екеуі де маған бұл қауіпті деді. Кішкентай кезімде де дәл осындай еді. Ба, қазір Роналду сияқты бе? Мә, кеттім гол. Братишка, тобыңды бізге беріп кетші, жаңа салып береміз. Бер алғанда үзігіттер бірге ойнасақ бола ма? Просто мамам алып беріп еді. Бауырым кім алып берсе не қылайын, братан айтып тұрған соң білесіз. Бауырым тісінің ортасына сөйлемей қой, сен өйтіп маған. Да, Гүлбану, жүрші Тони сындырып жақна. Сені Тониді тісіңнің ортасына сөйлемей дейсің, тоғын тасап бітесің олсын. Мен тісіңді тау. Мә саған Тони замандаған үшін. Ё-бай, жүктедім, қачасандашы, еркектікке жатпайды ғой. Атау бәсі көтеріледі. Жүр, Тони, кеттік. Мамам ап берді ғой. Мамам ап берді ғой, домды. Неге өмір әділетсіз. Соққыны қабыл ал! Мынау ма соққың? Осы болма соққың. Ё-май, қатырат, бауырым, ё-май. Мә саған, мә! Осындай болу керек соққы деген. Бот. Қалайша? Базар жоқ, мен сені өліп қалдым, десем тәрие кетсің. Әлсіз емес екенімді дәлдеу үшін сені жеңемін. Мынау қайттан жүгіріп келе жатыр ғой.
ойбай базар жоқ, мені құлатқан бірінші адамсың сен бала. Сені мойындадым, бірақ мен по-любому мықтымын. Жаман емес, ештеңе етпейді. Жойқын соққы, мәсіған, ей, неге тимей жатыр? Мәсіған. Мен қайдам? Сен ерлік жасадың Жанс. Кешір бізді, біз сенің төбелесуіне қарсы болдық. Ештеңе етпейді. Айтқандай қалғандары да бар еді ғой. Иә, Құтқарылды ма? сен качокты жеңгеннен кейін үйге кіріп достарыңды құтқарып шықтық. Ал ана қызметші қызын не істедіңдер? Өзім шаруасын бітірдім. Негізі әлі ерте. Сәлем ютуберлер, сендер екінші сынақтан өттіңдер. Құттықтаймыз. Айтқандай, сендер ойын бітті деп ойлап жатқан шығарсыңдар. Бірақ жоқ. Мен сендерге небәрі аралдағы достарымды құтқаруға 5-ақ сағат беремін. Біреуін келіңдер. Мінекей, достарың не айтады екен сендерге? Айтқандай Жансерік, сен мені қатты таңғалдырдың. Мықты бала екенсің, бірақ менің алдыма келсең, ешкім болмай қаласың. Адрес барлықтарыңның телефондарыңда болады. Онда мен барам. Жоқ, бәрін қалыңдар, мен өзім барам. Ешқайсыңды жоғалтуға жол бермеймін. Мен барам. Жанс, точно сенімсің бе? Бірақ Жанс, сен больницадасың ғой? Енді өмір бойы қорқып өтемін бе? Жақсы, онда Жанстың өзі бара берсін. Бұл оның шансы. Жүр онда көлікпен апарып тастайын. Міне, мына жерде көлікке отыр. Ал Жанс, келдік. Жансерік, сәттілік ал. Иә, рахмет. Болды онда, саған сенеміз. Осылайша Жансерік аралдағы достарын құтқарып алу үшін белгісіз адамның айтқан адресіне жол тартады. Так, қаяқтан түсіп алайын. Мәссаған, мына жақта тұман болып жатыр. Так, мына жақта біреу тұр. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Иә, сені бос айтқан, кіре бер, ішке оң жақта есіктен кіресің. Көмекке келіндер ме? Жарайды, жақсы көмектесуге келдім. Мен өрттеген ютуберлердің барлығы тірі екен ғой. Мәссаған. Так, мына есікке кіру керек секілді. Жарайды. Опа, кірдім ішке. О, менің көптен күткен қонағым келіпті ғой. Сен таза сатқансың. Оған өздерің кінәлісіңдер. Сені вообще түсінбедім. Өмірге ренжулі біреу екенсің. Сен кімсің жалпы? Менің кім екенім сендерге қызық па? Иә, маған қызық бұл. Қандай сатқым мына масканың артында отырғаны? Онда міне менің түрім. Қалайша бұл сіз? Иә, мен Майк Миллермін. Сонда осының бәрін ұйымдастырған сіз бе? Әрине мен. Сендер тіпті менің бар екенімді ұмытып кеттіңдер. Сонда сіз барлық ютуберлерді талдырдып, түсінікті. Сол кезде неге үшеуміз ғана ояндық? Ол жағын енді көрермендер айтсын. Айтқандай, көп сұрақ қойып кеттің. Күзетшілер тез мына баланы алды, ана ютубердің жанына байлап қойыңдар. Оу, бәсеке, қазір бара жатырмын. Мына баланы алып кету керек дейсіз ба? Жақсы, құп болады бәсеке. Қолыңда қашай бол. Жүр алдыға түс, давай, аяқ бас, атып тастай салам қазір. Давай. Тағы біреу ұсталды ма? Қашан құтқарады екен бізді? Осы ше арамызда тағы біреу жоқ секілді. Бақытжан қайда айтқандай? Шынымен де қайда? Жаңа сендер кеткеннен кейін арттарыңнан кетіп еді. Көрмедіңдер ма не? Жоқ. Ё-моё, онда ол да аралға кеткен ба? Көмектеспесем ішім бір жамандықты сезіп тұр. Шыдай тұрыңдар, ютуберлер. Бұл жақта сендерді ешкім білмейтін болады. Сіз досым жансыз ба? Иә, дәл өзімін. Базарлық досым жанда бар екен ғой. Мәссаған, сонда сіздер қалай шыдадыңыздар мына жақта? Аштықта отырғанымызға 3 күн болды. Айтпаш, қарным ашып кетті ғой. Ана жақта көп күзетші бар сияқты, әрқайсысын талдырып тастауым керек. Бастысы сақ болу керек. Айтқанымдай на всякий случай координатты полицияға жіберіп қояйын. Мына жақта сет жай болса да барып қалар. Джеги, бекер меніме ойнайсыңдар. Біз сізге не істеп қойып едік? Өздерің ойланыңдар. Бізді құтқаруға келеді деген үміттемін. Негізі мен едім құтқаруға келген, бірақ қиын екен. Ничего, ештеңе етпейді. Өткен зат өтті. Күлгім келеді. Бос деген қашан айлықты тез береді екен, кәдімгідей күттіріп қойды ғой. Мәссаған, тек айфон алып ана-мына движка жасап. Мәссаған. Кім
ұрды мені. Ютубер Бақытжан барынша тыныш әрекет жасады. Егер де ол бір дауыс шығаратын болса, оны ұстап алуы мүмкін еді. Что там, родной, бека? Қалай аружан екен жүріп, нормально болып жатыр ма? Конечно, родной, ертек тойға кете. Вот родной, жігіт жалдасып тұрмын ғой. Бақытжанның ойына керемет идея келіп, олардың назарын бір-бірлеп аударуды шешті. Мынау не дыбыс? Тексеріп қойшы бар. Қойшы, қорқам. Ой, қорқақ, қалай жүрсің күзетші болып? Жақсы, тексерші тез, бека. Құры түркәсі мына жаққа. Тексеріп қайтайын. Окей. Кім бол, ей? Ой, жай тауып екен ғой. Мә саған. Білейін, қашан келеді екен? Звондап көрейін ба? Алло? Бір-екі. Естіліп тұр ма? Естіліп тұрған жоқсың оған. Ойбай, Рекс фас. Қуамей мынауын. Ой, мешок Рекс ұшып кетті. Түсемек, телефонды алып таба. Мә саған. Жағдай қиын. Не дабыл анау? Білмеймін, Басеке, мүмкін тексеріп қарармыз. Тексерші ол ана. Құп болады, Басеке, қазір тексеріп қараймын барлық Бізді жерді. құтқаруға келген секілді. Я, мен де сезіп тұрмын. Асықпаңдар. По-любому құтқарылмайсыңдар. Көреміз ол жағын. Мына жақта ешқайсысы көрінбейді ғой. Киім кірлеп қалды төбелес. Мына әскери киім жақсы екен. Ей, біткен жерін осы. Өмірмен қоштаса бер. Келген достарыңның шаруасы бітті шамасы. Енді не істесек екен? Мен жеңдім. Сен жеңбедің. Біз жеңдік. Қалайша? Сен оны қалай ата алдың? Жанс, тез, кемеге отырыңдар. Жеке, қаша беріңдер бәрің. Мен қалам көмектесуге. Жақсы, қалғандарың отырыңдар кемеге. Жанс, отырмайсың ба? Жоқ, сен ютуберлерді құтқар. Мен мына жақта қаламын. Боспен шайқасам. Мен кете берейін ба онда? Иә. Тоқта, қайда асықтың? Асықпа. Егер оларды жіберсең, менімен бірге бір жекпе-жек шығасың. Жарайды. Қалағаның болсын. Сені күтеміз ал. Сәттілік, Жанс. Джеги, отырдыңдар ма? Кеттік. Кім жеңіледі, сол осы аралда мәңгілік қалады. Ал, кім жеңсе, сол осы аралдан тірі шығып, бәрін басынан бастайды. Ал енді бастаймыз ба? Мәсіған. Мен әлсіз деп ойлап қалдың ба? Жаман емес. Орнынан тұрайын. Балтаңмен естемексің. Мәсіған. Мәсіған. Хоп, қашып қалам. Мә. Әйтеуір құлаттым ғой. Енді не істей аласың? Орнынан тұрдың. Өй, бұл әділдік емес қой. Осымен бәрі бітті. Сен жеңілдің. Мен бәрін басынан бастаймын. Ал бұл пистолеттің ішіндегі соңғы оқ сенің өміріңді шешеді. Тез тапаншаңызды түсіріңіз, әйтпесе өзіңіз қоштасасыз өміріңізбен. Ананы бірінші ұстап алу керек. Кісенді бір шықайсыз. Хоп, әйтеуір дегенде ұсталдың ау. Қап, әттеген ай, қайтадан жолың болды. Мәсіғым, мына бала жаман қатты жарақат алған сияқты. Бұл баланы тез арада больницаға жеткізу керек. Бір айдан соң. Мәне күндегі бассейнге түсетіндей болып тұр, иә? Мә, сол күн ыстық болып кетті бар ғой. О, демалыста күн жанып тұрғанда бассейн тема кетеді екен. Бұл оқиға да өте қызық болды. Кәдімгідей қызық болды, кинодағыдай. Басқасы басқа, маған қорқынышты болмады. Қайта осындай оқиғалар маған қатты ұнайды. Я, әйтеуір дегенде жеңдік. Қалайсыңдар, Джеги? О, герой келді. Тек мен емес, сіздер де герой болдыңыздар. Мәссаған, осымен оқиға аяқталды ма? Бір апта бұрын мен дәл осы оқиғаларды бастан өткіземін десем, сенбес едім. Бір аптада барлығы өзгеріп кетті. Ютуберлер 3-ші сынақты сәтті аяқтады. 4-ші сынақты бастаңдар. Бірақ біз қатты асығып кеткен жоқпыз ба, бос? Жоқ, асыққан жоқпыз.
барлығын босатыңдар дедім. Жарайды, құп болады. Ютуберлер, көтіңдер бізді.